Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina sayyidil mursalin. Bауырлар, біздің мұсылмандар міндетті түрде білу керек болған тағы бір тақырып ол шүкіршілік. Шүкіршілік дегеніміз не? Шүкіршілік деген бізге берілген игіліктерге, жақсылықтарға қарсы білдіретін біздің алғысымыз. Мәселен ки, сізге біреу жақсылық жасады, оған тым болмағанда рахмет деп алғыс білдіру, ол шүкіршілік. Біздер Алла Тағалаға, бізді жаратқан Раббымызға қалайша шүкіршілік ете аламыз? Бізге Алла Тағала бізге не берді? Соны ойлап қарайық бірінші. Құран кәрімде Алла Тағала бұлай деп айтады. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Яғни, егерде Алла Тағаланың нығметтерін санайтын болсаңдар, оның есебіне жете алмайсыңдар дейді. Демек, бізге өте көп біз білетін, тіпті біз білмейтін де көптеген нығметтер берілген біздерге. Ол нығметтің ең біріншісі бізге өмір беру, өмір сыйлау. Сонымен қатар бізге 12 мүшемізді сау ету. Айналаңызға қараңыз. Кейбір адамдар, олардың 12 мүшесі сау емес. Көзі көрмейтін адамдар бар. Жүре алмайтын адамдар бар. Өз қолымен өз баласын құшақтай алмайтын адамдар бар. Ал 12 мүшесі толығымен бүтін болып, қозғалыссыз бір орнына жататын да адамдар бар. Біз айналамызға қараса, оны көреміз. Міне осының бәрі бейқисап нығметтер болып саналады. Бұл нығметтерді ешбір байлық, ешбір нәрсе орнын алмастыра алмайтын нығметтер болып саналады. Біздің көретін көзіміз, сөйлейтін тіліміз, естетін құлағымыз, бұның барлығы баға жетпес Алланың бізге берген нығметтері. Қала берсе, біздің тыныстауымыздың өзі үлкен нығмет. Ислам ғұламалары осыған зер салып, мән беру үшін айтады. Біз тыныс алып, ауа жұтып, ауа шығарған кезде Аллаға алғыс айтсақ, тек қана ауа шығарғанымыз үшін, яки болмаса тек қана ауа жұтқанымыз үшін ғана алғыс айтып үлгереміз дейді. Яғни, бізге беріліп жатқан сансыз нығметтерге тіпті кейбір кездерде шүкіршілік айтып үлгере де алмаймыз. Алла Тағалаға бізге берген нығметтерге шүкіршілік айту үшін біз Құрандағы айтқан аяттар арқылы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйреткен сөздер арқылы алғыс айта аламыз. Ең бірінші сүре Фатиха, Құрандағы соның ең бірінші аятында Альхамдулиллахи Раббил аламин деген аят бар. Яғни барлық мақтау, барлық алғыс әлемдерді жаратқан Раббымызға деген сөз бар. Альхамдулилла деген сөз бұл нығметке алғыс айтудың ең бірінші сөзі. Барлық жағдайда сізге берілген нығметтерге Альхамдулиллахи Раббил аламин деп айтыңыз. Дастарханнан отырып, дастарханнан тұрар кезінде біздер мұсылмандар дастарханға бата жасағанда Альхамдулиллахи Раббил аламин деп айтамыз. Бізге берілген осы нығметтердің баршасына шүкіршілік ету арқылы сол нығметтердің үзілмеуіне біз себепкер боламыз. Құранда аят бар. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер алғыс айтсаңдар, шүкіршілік білдірсеңдер, көбейте түсем, молайта түсем деп айтылады.
яғни бізге берілген нығметтерге біз шүкіршілік айта алсақ, Алла Тағала сол нығметтерді бізге тоқтаусыз, үздіксіз бере береді деген сөз. Енді сіз қалай шүкіршілік айтасыз? Шүкіршіліктің өзі екі түрлі болады. Бірінші тілмен айтатын, екіншісі жүрекпен білдіретін, іс-әрекетпен білдіретін. Мәселенки, дастархан басында да мен альхамдулилля деп айтсам, жүргенде де альхамдулилля деп айтып жатсам, алғыс айтып жатырмын, шүкіршілік білдіріп жатырмын. Бірақ жүрегімде мен шүкіршілік айта алмасам, яғни альхамдулилля деп дастарханнан тұрып бара жатып, бетім сипасам, бірақ әттең менің дастарханымда мол ас жоқ, менің дастарханымда тек қана санаулы тағамдардың түрі бар, мен басқада тағамдардың түрі болған қалар едім деп жүрегіммен ойласам. Немесе маған осы 12 мүшені берген Аллаға мыңда бір шүкір, алғыс деп, бірақ әттең мен көзім жақсы көрсе еді, әттең мен құлағым жақсы естісе еді деп Алланың тағдырымен болған жайттарға шүкіршілік білдірмесем, демек менің тіліммен айтқан шүкіршілігім толық емес, шала, кем болып қалады. Жүрегіммен, демек менің тілім екеуі бір жерден алғыс айту керек болып саналады. Аллаға шүкіршілік ететін пенделердің қатарынан болайық, бауырлар. Өйткені Алла Тағалаға қанша алғыс айтсақ, сонша бізге нығметтерін молайта түседі. Айналаңызға қараңыз. Өзіңізде жоқ нәрседе біреуде бар болса, оған ренжуші болмаңыз. Керісінше менде басқада жоқта нығметтер бар, Аллаға шүкір деп санамыздың, біздің мұсылман болғанымыздың өзі үлкен нығмет болып саналады. Сондықтан біздің ғұламалар айтқан адасушылық, Алланы танымай кету, адасушылық жолынан басқа барлық қиыншылық болсын, барлық жағдай болсын, Аллаға мыңда алғыс, Аллаға мыңда бір шүкір деп айтқан, шүкіршілік ететін жақсы ізгі мұсылмандардың қатарынан болайық, бауырлар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.